Қымбатты достар, бұл оқу керегі жобасы. Жоба туралы қысқаша айтып кетейік. Біз қонақтармен белгілі бір кітапты талдаймыз, және сіздердің болашақта жалпы кітап оқуға, осы кітапты оқуға құштарлықтарыңызды арттыру мақсатында осы жобаны істеп жатырмыз. Және де бүгінгі біздің қонағымыз Бексұлтан Піләл. Қош келдің. Ассаламағалейкум, қош көрдік. Кеп қалдық. Так, бірінші бастамас бұрын бір сұрақтан бастаймыз. Жалпы әлемде мүлдем кітап қалмаса, вообще бірде-бір бірақ кітап қалды, и соны сен өмірдің соңына дейін оқитын болсаң, ол қандай кітап болушы еді? Абай жолы. Енді мен қайсысын айтам? Сен қандай кітап? Мен қайсысын айтам енді? Мен білмеймін, мен Ботагөзді оқып отырмын, пока ұнап отыр маған. Өмірдің соңына дейін соны бітіруші едің примерно? Өмірдің соңына дейін Ботагөзбен болушы едім. Талғат? Мен ба? Феррари дейтін кітап. Феррари? Машина емес па? Жара өмірде алмайтын біледі да. Феррари дейтін кітап. Хотя кітап болсын деп отыр. Не туралы екенін білесің ба? Феррари туралы кітап. Феррари бар. Өмірдің соңына дейін. Саха Ламборджини. Солай болсын. Сен шынымен қандай кітап оқушы едің? Егер томдарын оқуға болса, да Гарри Поттерді оқып көруге болады сияқты. Созып оқисың да, 9 кітап бар анша. Прикольно. Мен пафосына жауап берейін, бірақ мен Құранды алып кетуші едім өзімен. Өмірдің соңына. Аталып екен, мынадан кейін жалғастыру керек болып. Асқаттан күткенбіз осындай. Иә, андай банально болса да. Феррари деген. Феррари Ботагөз, Феррари. Феррари бар ма екен? Енді бастайық. Бүгін қандай кітап алып келдің және... Достоевскийдің «Идиот» деген кітабы. Идиот? Идиот. Ақмақ деген ғой, енді қазақшасы. Сол емес па да? Иә. Сол кітапты алып келдім. Бұл кітапты мен қашан бір 3-4 жыл бұрын, наверное, одан көп бұрын оқыған шығармын. Мен оқығам кітапты. Сол кезде оқығам, содан алып кеттім. Обычно электронды кітаптар қойсам, ондай. Соны үйде барын алып келе салдым, сол үшін мен ондай қатты күтіп қалмаңыз, ондай сынамаңыздар, сөгемеңіздер тағы не етмейді. Сен ең бастысы андай, сен ондай ойында бар нәрсені айтып берсең, адамдарға ұнаса бұйырса олар өздері оқып алады ғой, ары қарай. Оқыңыздар, сосын көресіздер деп айтпай қойсын. Біздің көрермендер күшті. Иә, оқымыстылар ғой енді, наверное. Иә, бұл жерде мақсат басынан аяғына дейін кітапты толық айтып беру емес. Қысқа-қысқа сабақ емес бұл. Жалпы ойын. Сосын көрермендер өздері толық оқу үшін. Ондай айта берейін ма? Иә, бастайық. Так, Достоевский деген ол білесіздер, марқұм. Қайтыс болған. Мен Достоевский жақсы танимын, потому что семейде мен семейдікімін ғой. И бізде мысалы мен жұмыстан Ссылкада он жоқ па жоқта болды. Болды, иә. Бірақ, мен көбінесе ана немеден танимын. Жұмысқа барған кезде остановка Достоевскийден түсетін. И сол Достоевский жақсы танимын. Остановка бойынша ма? Иә. Прикольно. Жалпы мына кітап «Идиот» деген бұл бір персонаж жайлы. Оның аты кім еді? Мышкин. Толық аты кім еді? Брат дей берсеші. Брат дей. Заман ағымына сай. Кім еді аты? Ол кезде мысалға брат деп айтқанша, дружище деп айтты ғой. Товарищ. Лев Николаевич Мышкин. Короче, Мышкин брат ғой, короче. Мышкин брат жайлы, ол жігіт где-то бір 25-26 жаста. Ол кісі Швейцарияда, короче, емделеді. Бір аурумен ауырады. Сол Швейцарияда 4 жыл тұрады. Өзінің бір туысқан несі кім еді? Николаевна еді. Ат жаттаудан кішкене қиындаумын. Есіндегісі. Бір, короче, тетясына, дядясына емделеді. Тетя, дядя, брат қой, короче, олардың аттары еді. Сол жақта емделеді. 4 жыл. Оның ауруы жаңағыда, типа эпилепсия сияқты, талып қалу, мысалы, сондай. Талма ауру. Да, талма, иә. Оны типа идиот деген ауру деп айтады, мысалы, да. Может, тілді қысып қалған шығар, сонда қалтасын қасып салып жүреді шығар, білмейміз ғой ол кезде. Короче, ауру. Сөйтіп ол жігіт жаңа осы Мышкин деген брат Россияға қайтпақшы болады. Россияға өзінің бір көмегін тигізу үшін жаңағы еліне қайтып, ол жақта Швейцарияда құр жатпайды, емделіп курорттарда емес, кішкене оқиды, жаңағы познавать етеді, жаңағы керек нәрселер біліп, өмірді
ізденіске түседі ол жігіт, короче. Иә, әрекет қылады. Одан кейін барып Россия қайтпақшы болады, өзінің барып жаққа өзінің бір көмегін берейін деп, азаматтық борышын орындайын деп. Ол немен айналысады ол? Ол ма? Ол ауру ғой, брат. Аурумен айналысады. Швейцариядан Россияға қайтып болған шығар. Швейцариядан Россияға қайтқанда явно ауру ғой. Одан кейін жолда жалпы Швейцарияда немен айналысты деген. емделді ғой, жаңа ауруына. Емделіп қоймай? Тосқанда жатып, емделіп, жаңағы. Сол кезден бастап Ресейдің адамдары шетелге барады ғой. Иә, ол кезде андай Франция жүре беретін еді ғой, ол кезде андай Евросоюз деген жоқ. Путин жоқ қой. Путин жоқ ол жерде. Қазір смело кіріп шығып жүре беретін жерлер ғой. Олар ол кезде қандай? Французша жақсы сөйлейтін да, немісше дегендер. Ұнататын еді ғой. Наверное. Сөйтіп Россияға келе жатқан кезде жолда пойыздан Рогожин деген тоже бір персонаж кездестіреді. Ну, оянады, короче, кітап бойынша екеуі оянады и әңгіме айта бастайды. Осылай Петербургқа баратады. Ол жолда Рогожин, короче, әңгіме арасында Филипповна деген әпшеміз туралы әңгіме айтып қалады. Филипповна деген айтады. Филипповна деген ол андай персонажда обычная деревенская семья, қарапайым семья, бірақ байдың қолында өскен да. Байдың қолында өскен. Сол, бірақ ол әйел кәдімгідей сипаттау бойынша әдемі, короче, көз алатын, бір көзің соска, короче, соска. Сол әйел туралы айтып қалады. Оны жаңа Мышкин естіп қалмай ма, жаңа, деп, қандай әйел деп. Өттен кейін жаңа Петербургқа келеді. Өзінің бір тетясының туысқандарына келеді. Олар кәдімгі бай адамдар. Оның несінің аты, қазір дядясының аты Епанчин бет. Иә. Да? Епанчин. Епанчин, Епанчиндардың отбасына келеді. Японский аты ма? Александр, там, допустим, Николаевич Епанчин, да, допустим, да. Есіме түскен айтады ғой, Епанчиндардың отбасына келеді. Олардың отбасы кәдімгідей, олар бай, кішкене ол военныйлардан қалған, енді ол кезде военныйлар байы, бәрін жаулап алады, бәрін жаңағы тартып алады. Сондай отбасыға келеді. Оны кәдімгідей басында менсінбей не алады. Осындай адам келіп тұр. Мышкин сіздің бір алыстау туысқаныңыз, Елизаветаның несі туысқаны деп кетіп, Епанчин үйіне келген кезде жаңағы кіммен танысады? Мышкинмен, өзіміздің князь, жаңағы главный персонажмен танысады. Епанчинның отбасында, короче, 3 қызы болады. Александра, Аделайда и Агая. 3 қыз болады. Там Александра музыканы ұнатады, там Аделайда нені ұнатады, живописін ұнатады, а кім? Агая ме? Агая, короче, штат болып кетеді. Андай кішкентай ерке қыз ғой, ең сүйкімдісі іштен ерке қыз болады. Фрилансер. Иә. Ештеме айналыспайды. Ештеме айналыспайды, короче, ақшасы бәрі, в общем, кайфовать етіп береді. Ол кішкентай қызына сол дворецте, жаңағы Мышкин келеді, дворецке келеді, жаңа бәрі кішкене сәл менсінбей басталады, енді кішкене олар не ғой, кішкене высокий адамдар ғой, бай адамдар, сөйтіп менсінбей басталады. Потом бірақ ол өзінің андай ашық несімен, мінезімен, білетін нәрсесін айтады, жаңағы Швейцарияда жаңағы ол кезде не дейді, адам басын шауып тастады жаңағы. Казин жайлы туралы айтып береді. Кайдзен басқа ол. Марғұлан Сейсенбайдың темасы. Казин туралы. Өлім жазасы ғой? Өлім жазасы, өлім жазасы жайлы айтып береді. Короче, ана қыздар таң қалады, олар қыздар не қыласың? Таңғалып қалады жаңа әңгімесінен ше. Таңғалып қалады, сосын барып ол жайлап өзінің несінің жаңағы оқыған білгенін көрсетеді, сол туралы әңгіме айтады, бәрі таңғалып қалады. Оказывается, біз туысқанымыз осындай бар екен ғой деп. Давай сол үйде тағы бір оның жаңа Епанчинның көмекшісі атын Г-дан келеді. Сейчас. Ганя, да? Да, Ганя деген, Ганя бет. Короче, Ғани девер. Ғани деверек. Ғани деген жаңағы бір көмекшісі болады. Ғани деген көмекшісі болады. Ол Ғани Атуда ойнайды. Возможно, құсайды сәлі, может быть. Ғани жаңағы кіші қызы, Епанчинның кішкентай қызы Аделаяға негізі сол қызды жақсы көреді. Сол қызды жақсы көреді. Бірақ ол жаңағы Настя Филипповна деп айтып кеттім, жаңағы бір соска жайлы ше, тоже 25 жастағы соска қыз. Ол жаңағы ненің, оның, короче, оның мақсаты жаңағы Филипповнаны жаңағы сатып алу, ол жерде сатып алғанда жаңағы несін береді, қалың малын беріп, өзіне алып, дальше пробиваться еткісі келеді, сол арқасында.
Короче, примерно осындай персонаждар бар. Потом жаңа Мышкин келеді, жаңа бәрімен танысады, одан кейін барып жаңа кіммен танысады, жаңа Ғанидің несіне офисіне кіріп қалады, кабинетіне кіріп қалса, жаңа Настя Филипповнаның фотосы тұрады екен. Соның фотосын көреді, ол жаңа ана жақтан әңгіме туралы, ол туралы әңгіме естіді, енді фотосын көреді. Фотосын көріп кәдімгідей ғашық болып қалады, короче, фотосына ғашық болып қалады, короче. Потом сұрайды, ол жаңа Ғани, ол сол қызды жаңа Филипповнаны, короче, алайын деп жүрген еді. Мақсат қойып жүрген адам ғой. Бірақ Филипповна басқа адамның қолында өскен, ол Троцкийдің қолында, жаңағы семьясы соның қолында өскен. Троцкий жаңағы оны точно ма? Жай сол жоқ, сондай Троцкий. ертең комментарий келеді, қайдағы Троцкий. Әрбір қазақ бір-біріне сұрақ қой. Тоцкийдің қолында өскен қыз, соның қолында өскен болғанда соның үйінде тұрады, соның дворецінде тұрады. Ол қызды жаңағы Настя Филипповнаны, короче, жақсы ақшаға сатпақшы ғой. Типа қалың малына. Оны жаңағы Ғаниға сатып, жаңағы нормальный ақша алмақшы болғанда. Жаңағы біздің Мышкин брат жаңағы фотоны көрмейді ана қызды. Настя Филипповна көреді, оқты, Настя Филипповна осы ма еді, сосын анау сұрайды жаңағы Ғани брат. Көрме қалай ұнай ма дейді. Конечно ұнайды. Ұнайды дейді. Әйелі болатын мен дейді. Айтады, мен әйелі болатын бір аптадан кейін сойып тастайтын едім дейді. Сойып тастайтын едім дейді. Өлтіріп тастайтын едім дейді. Неге дейді. Андай несі да қызғанады да басқаларға алып, бірақ ешкімге көрсеткісі келмейді, ешкімге көрсетпеймін, сол ғой. Одан кейін короче, не болады, жаңағы Настя Филипповна деген біздің актриса, неміс актриса еді ғой, жаңағы главный героиняларымыздың бірі, өзінің жаңағы дворецінде вечеринка ұйымдастырды кішігірім. Есіме түскен айтады, вечеринка ұйымдастырды. Сол вечеринкаға, короче, жаңағы қонақтар келіп жатады, жаңағы сол ауылдың Петербургтағы қонақтар, влиятельный адамдар келіп жатады. И, короче, кімдер келеді жаңағы пойызда жаңағы біздің Мышкин братпен бірге келген Рогожин деген. Рогожин тоже сол, оказывается, цели, жаңағы Настя Филипповнаны алуға келетін цели ғой, сол үшін әңгіме растап қалған ғой. Үш кандидат болды. Уже 3 кандидат бар анаған. Өзі сол үшінші болып тұр ғой. Келеді, короче, келеді да айтады. Короче, ана қызға Настя Филипповна айтады, саған, короче, 15 мың, короче, қанша беремін деді, где-то 35 мың беремін дейді. Рубль шығар сол кезде? Сол кезде біреу, короче, не беремін дейді. Рогожин тұрады да, мен саған газетке ақшасын орап 100 мың рубль беремін дейді. 100 мың рубль беремін дейді, короче, бәрі анау, енді, типа, андай, распродажа сияқты болады ғой, намысына тиеді ғой, қыздың намысына тиеді. Аукцион ба? Аукцион бар, жаңағы Мышкин көріп қалады, тоже қонақ болып жүрген бар ғой жерде. Жаңағы енді шетелден келіп қонақ болып жүр. Сонда орыстарда қалың мал болған ба кезінде? Типа сатып алған. Ата-анасына бере ме оны? Ата-анасына бере ме или қыздың өзіне? Приданный. Мен білемін ғой приданный екенін. Кімнің қолында өскен, мысалы, сен мысалы қарапайым ол семьяны ауылында асырап жатсың, ол сен үйің жаңағы көмектесіп жүреді, жаңағы неден істейді, малын бағады, сөйтіп жүреді, сен оның тамақтарын беріп тұрасың, айтып кейін саған айтады, сен оның сен үйіңдегі ғана қызды алу керек еді дейді, айтады, сен ол приданный сияқты не бересің деп. Все түсіндім. Либо қыздың өзіне алады, либо жаңағы ана кімге алады шығар, наверное. Олар білмейміз ғой, 1867 жылғы оқиғалар ғой. Сөйтіп, короче, жаңағы Рогожин келеді да, 1000 не береді, 1000 рубль береді газетке орап. Сосын анау жаңағы Ғани братан ақшаны көреді деген ақшаға кішкене құнып қалған адам ол. Ол өз басқа жаңағы Адалайдан ұнатады, жаңағы кішкентай қызын ұнатады, ана япончиндардың. Фрилансер ма? Иә, фрилансер ұнатады. Сөйтіп, короче, тұрады да кім жаңағы кімнің Настя Филипповна подружкасы бар. Подружкасы, короче, тоже онша емес, но подружкасы, короче. Әдемі қыз болсын. Әдемі қыз. Жаңағы ана торговляны естіп жатады да, короче, и кімге ана Рогожинді ұрмақшы болады. Енді шапалақ ұрайын жатқан кезде жаңағы біздің Мышкин ортаға кіріп кетпей ма? Событияға кіріп кетеді. И сөйтіп, короче, шапалақ сол жеп қалады, Мышкин жеп қалады. Сосын барып Настя Филипповна қарайды, ты что, кто такой дейді, короче. Айтады, сіз үшін, короче, сіздің сұлуыңыз үшін мен, короче, шапалақ дайынмын дейді. Аналар ақша беріп жатыр да, ақша беретіні жоқ та. Мынандай ходпен, короче, кіріп жатыр. Сосын барып ана қыз, ана нафиг, сен кімсің деп, сондай неғып қояды кішкене. Или ол ана событиядан кейін бе. Короче, сондай ситуация болады по-любому. Бұл бар кітап, ол кітапта ол ситуация бар. Оқып алсаңдар ше. Жаңағы Рогожин 100 мыңды бермей ме анаған? Қолына ұстатады,
ұстат ана кім Настя Филиппна алады да оны короче жанып жатқан бар ғой ол кезде не емес қой отопление жоқ кішігірім экипажсыз ғой ол жақта жаңағы от немен жағады короче алады да короче неге лақтырады каминға лақтырады жанып жатқан жаңағы ғани братан ана ақшаны көреді да анандай каминға лақтырады жанып жатқан ақшаны көреді жаңағы Настя Филиппна қарайды қаншалықты сен шыдайсың сол ақшаны жанып жатқан шыдайсың ба намысың жібермей ма деп шындай да короче сол ситуацияны көріп мышкин талып қалады короче по идее ол шапалақ ұратын ол кейінгі ситуация кейінгі келесі ситуация болады бірінші ситуация жаңағы анау болады ақша жаңағы не болып жатады и жаңағы ана подружкасы жанып жатқан ақшаны алып береді анау барынша алып қалады ішіндегі ақшаларын и анау ситуацияны көріп короче талып қалады короче анау мышкин деген кішкене ауру ғой енді бір қатты событие болса ол талып қала береді короче қорқады ана не болады одан кейін короче Рогожин жаңағы кімді алып кетеді Настя Филиппнаны алманы беріп алып кетеді алып кеткеннен кейін короче ол Настя Филиппна анадан короче қашып жүреді қайтып барғысы келмейді сөйтіп жаңағы вечер болып жатады жаңағы шапалақ жейтін вечері қайтып келеді и жаңағы кіммен Мышкиннен бір шапалақ жеп алады подружкасынан и потом ана екеуі танысып кетеді жаңағы Мышкин мен Настя Филиппна екеуі танысады сол кезде кім айтады жаңағы аналар ақшаларын айтып жатады ғой жаңағы мынанша беремін тағы да ақша жағына тағы да неғып жатады тягаться етіп жатады ана сол кезде Мышкин айтады мен негізі дейді баймын дейді ол короче жаңағы бір тетясы бар швейцариядан тетясының короче ну дядясының тетясының короче дядясы айтпақшы дядясының короче мұра болып қалған 2 миллион рубль короче ол хатпен жаңағы неғып кімге тастап кеткен Мышкинге тастап кеткен өліп барады сөйтіп ол жаңағы оқиды менде осы Россияда короче менде наследство ретінде 2 миллион рубль бар дейді мен короче мен алайын одан да дейді ақыры ақша жағынан әңгіме болып жатса ол ақша қайда жатыр ол ақшаны ол короче барып жоқ Москвадан Москвада швейцарский банк емес московский банкта ғой короче Москвада бір жерде бір неде жатыр ақшасы барып просто не қылу керек жаңағы доверенность көрсетіп ақша мен кетті деп ше алу керек сол үшін негізгі мақсаттардың бірі сол болған тоже ақша алып қайту ақшасын алу енді наследство бірақ ол қатты оны наследствоға не қылмайды упор қылмайды да главное денсаулық болсын деп жүрген бала ғой енді әрең жүрген бала талып қала береді оны одан кейін ситуация қалай болады ситуация дальше өрби бастайды анау айтады нифига сен байсың ғой деп бәрі аналар таңғалады жаңағы эпарчиндерді естиді сен бай екенсің ғой деп о күшті болып дейді Настя Филиппна да тоже ана Мышкин братқа жаңағы көз түсе бастайды ана жақтан Рогожин деген тоже по-своему тоже 25 жастағы нормально көз жанып тұрған мужик қой ол да мына жақтан тоже кішкене ақылды жігіт Мышкин деген соның қызында бас кете бастайды жаңағы үйінде кішкентай қыз Аделайда деген Агая деген қыз жаңағы кімді тоже Агая вообще 20 жастағы қыз ғой 20 жастағы әдемі қыз ғой иә ең соски қыз бірақ қандай кішкене сентиментальный қыз андай кішкене эмоциональный қыз андай болады андай чувствительный бір қарап қалса неғып қалатын андай көңілін алып қалатын сондай қыз да дорама көретін примерно ну примерно наверное дорама көреді и короче жаңағы кімді біздің Мышкин брат тоже кішігірім неғып қалады ұнатып қалады ғой 2 миллион туралы естігеннен кейін ба жоқ оған может быть ол кезде ол бірақ туысы иә екеуі туыс емес тетясын иә назаныз сол жаққа келген қонақ келген жаңағы көмекшісі болып жұмысқа тұрып сөйтіп жатқан ғой жаңағы үйінде әңгіме айтқаннан кейін кішкене көреді неғып қалады кішкене сезім пайда бола бастайды сөйтіп короче жаңағы біздің Настя Филиппна деген тоже бір қыз жаңағы соскамыз 25 жастағы қыз жаңағы Рогожинмен кетеді ғой Рогожинмен кетеді сосын анау жігіт жаңағы Мышкин барады ана қыздың артынан іздеп барады баратын кезде естиді әңгімелер естиді оказывается Рогожин қашып кеткен екен қайтып келген короче тәпішке секіріп жүрген ғой ана қыз сосын ол жігіт барады ананың артынан Рогожин кімнің Настя Филиппнаның артынан барады жаңағы Рогожинмен кездеседі қыз қайда деп ол жаңағы кетіп қалған сен жаққа қарай деп тағы тоже кішкене құлағына теуіп жібереді анау короче кішкене кетіп қалды ма менің артымнан кетті ма деп короче сондай сол басқа қалада жүреді жаңағы Рогожин қаласында жүреді потом барып қайтып келеді өзінің қаласына қайтып келгеннен кейін уже ана қыз кішкентай қыз сезім білдіре бастайды екеуі короче переписка ете бастайды Настя Филиппна деген ол переписка жасай бастайды да хат жазып бір біріне ол кезде андай не ғой смспен жүрмейді ғой ол кезде жаңағы хат жазып береді жаңағы одан кейін жаңағы қыз бен жаңағы Мышкин екеуі короче общение бастайды кішігірім хат жазып ұнатып потом ол Настя Филиппна біледі тоже танитын адам бәрі бір-бірін танитын бір қаладағы адамдар ғой Настя Филиппна ана Аделайға Агаяға хат жазады
ананы сындырып ал деп, Мышкинді сындырып алшы деп ше. Типа бақытты болсыншы деп сол туралы уайымдап отыр ана жігіттер. Сөйтіп біздің Мышкин тұрады да Агаяны да ұнатып қалады. 20 жаста қыз. Бірақ ананы да ұнатып жүреді, короче. Екеуінде де ұнатады. Екеуін де қимайды. Сондай да, короче. Екеуімен бір паркте кездеседі. Бірінші Агаямен кездеседі, одан кейін барып анамен кездеседі, короче. Кішігірім не ғой? Абне қой деп ондай. Өзінің сезімдерімен андай күресіп жүрген адам да андай. Аралану брат 1 сағат сондай шығар, иә? Наверное, бір сағат. Андай емес, все, давай пока. Кетіп бара жатыр. Екеуімен кездеседі, короче. Сен шыға бер деп өзіне. Жаңағы келесі бір ситуациялар уже сөйтіп уже 6 ай өтеді, сондай уақыт өте бастайды уже. Іші шыға бастайды. Короче, ситуацияға болады дальше, қазір мен есіме түсірейін. Жаңа Рогожин деген біздің жаңа жігіт Настя Филипповна алып кетіп жүрген қыз жігіт тоже ақшасын беріп қойған енді кішкене үйленемін. Сөйтіп, короче, Настя Филипповнаға кім Настя Филипповнаға Рогожинмен бір кездеседі. Рогожин өзінің нелерін үйін көрсетеді, жаңа барған кезде өзінің бір қылыштарын көрсетеді, жаңа картиналарын көрсетеді. Қылыш дегенде именно андай нож бар ғой, жақсы бір нождар бар. Андай қылыш емес. Андай қылыш. Ондай қылышын көреді. Оны Настя Филипповна көрсетеді ма? Оны көрсетеді. Қылышын қайрап бермейді. Қылышын қайрап. Кейін, короче, үйінде картиналарды көреді, жаңағы бәрін көреді. Ана, типа, Спаситель деген бір картина бар, короче, типа, Иисус Христостың несін теласын көтеріп жатқан кездегі бір фото ма, сондай, короче, салынған сондай сурет бар, өзінің бір смысл иметь ететін. Сондай картиналарды көреді, потом жаңағы пышақтарын, үйлерін бәрін көрсетеді. Ол жаңағы Настя Филипповна артынан барған кезде нелері ғой. Кейін қайтып келеді, қайтып келген кезде жаңағы Адылаймен екеуі хаттасып сөйлесіп жүрген кейін, екеуі, короче, условно, короче, үйленетін болып шешеді. Өздері семьясының арасында, короче, бәрі келісіп, ата-аналары келісіп, жаңағы сезім болды. Бірақ жаңағы айттым ғой, Ғани деген братан, ана қыз жақсы көреді тоже, Адылайды жақсы көреді. Соған үйленсе, яғни ол бай семья, ол жаңағы ақша ойлап қалған адам. Жаңағы Адылайды тоже сындырмақшы болады. И Мышков братанның кішкене аяғын шалулар басталады, сондай, короче, өзінің нелері басталады. Но бірақ ол басқа қызға тиіп кетеді тоже, может. Сестрасына ма, біреуге тиіп кетеді, тоже бай адамға тиіп кетеді, ол, короче, ол персонаж жоқ кетеді уже. Наверное. Потом, короче, есіме түскен ақшаны құнығып, ақшаны құнығып, Настя Филипповнаны беріп, ананы сындырамын деп ол болмағаннан кейін, ол сынбағаннан кейін, короче, басқасына тоже ақшадан ақшаға серіп кеткен ғой. Келесі ситуация ол андай не, екеуі жаңағы Агаямен үйленемін деп жүрген кезде, жаңағы Настя Филипповна шығады қайтып. Ол басқа тоже кішкене көре алмайды оларды. Сөйтіп шақырып алады. Шақырып алған кезде айтады, жаңағы Настя Агая отырады, жаңағы Мышкин отырады, жаңағы Рогожин, Настя Филипповна төтеп отырады. Настя Филипповна тұрады да, сен менімен жүрсе дейді анаға. Анау кім, Мышкинға. Ана Агая айтады, сен неғып біздің семьямызға араласа бересің. Семья болған. Уже семья болғанбыз, неғып сен маған хат жаза бересің, неғып маған типа араласасың вообще деп ұрсау бастайды. Сосын Настя Филипповна не қойды, сен кішкентай алып маған әңгіме айтасың ба айтты. Ал керек болса кім Мышкин, сен, короче, менімен бірге кеттік дейді ғой. Анау, короче, Мышкин не қылып қалады, короче, ситуация түсіп қалады. Екеуін де жақсы көреді, короче. Анам да айтты, ана кішкентай әдемі. Ол бірінші қайсысын жақсы көріп еді? Бірінші Настя Филипповна жақсы көреді. Болды ғой, значит, екіншісін алу керек қой. Еще Рогожин да отыр. Еще Рогожин да, ол үндемейді. Екіншісін Рогожин біліп тұрған Настя Филипповна оны қатты ұнатпайтын ше. Ол қинап жүр ғой ана қызды. Бірақ ол өзі қатты жақсы көреді. Настя кетпаса анау қалып тұр ғой Агая. Бірақ ол Агаяға ол андай не болып тұр, қатты не болып тұр. Ана қызға кетіп тұр жаңағы. Таңдай алмай тұр ма сондай екеуі? Жоқ, ол неге Филипп деп қой? Настя Филипповна. Настяны неге дальше екеуі сөйлескен жоқ? Неге Агая ма сонымен сөйлесіп кетті? Өйткені ол кетіп қалды, Рогожинмен кетіп қалды. Настяның артынан да біраз жігіт жүгіріп жүр. Рогожин бар, жаңағы Ғани бар. Сосын ол Рогожинмен нормально сөйлесіп жүріп, тоже сонымен сөйлесіп кетті да. Анау бүйтіп Мышкин жүріп, мен не істеймін деп Агая шығып қалды, сонымен сөйлесіп, короче, ана жерде быт болып кетті. Сөйтіп ол тұрады да, айтпаймын жаңағы таңда демейді даже. Жүрмеймін өмірге дейді Мышкин. Біліп тұр ғой, жақсы көретін. Иә, біліп тұр. Сосын анау амал жоқтан жаңағы сынмен кетеді, Настя Филипповна кетеді. Ана қыз көңілін қалдырып тастайды ғой. Кішкентай қыз өзі. Кішкентай қыз да, короче. Бүйтіп Настя Филипповна біз үйленеміз деп шығады ғой аяқтан. Өзі шешіп салған. Өзі шешіп салған боқ болғанда тоже ше. Кешіріңіздер, боқ деген. Шешіп салған, короче, біз үйленеміз деп ситуация дальше кете бастайды уже. Ана өздерінше дайындалып жүр. Одан кейін барып не қылады, уже той болатын кезде, короче, той болатын кезде
жаңағы вечер анау жасап жатады, той емес бір вечер либо туған күн нәрсе жатады. Тойына дайындалып жатады, жаңағы киім бәрін жинап дайындалып жатқан кезде, той болады деп жатқан кезде, может той уақыттан күні ма, кімдер кіріп келеді, Рогожиндар кіріп келеді, полный жақсы жаңағы жігіттермен кіріп келеді да, анау Настя Филипповна тұрады да, кімді лақтырып кетеді ғой, Мышкин лақтырады да, Рогожин қайтып кетіп қалады ғой. Бұл неме деген ветренный прикинь, кетіп Рогожин қылышпен келген ба еще? Может, ол Настя Филипповна может уайымдаған шығар, типа ана өлтіріп қоймас деп кетіп қалған шығар, может. Өзінің бір смыслдары бар. Примерно ситуациялар есіме түскенін айтып жатырмын. Папасы тоқтар қалай тәрбиелеген вообще? Ау, папалар жоқ қой оның. Жоқ, сол асыраған. Асыраған ба? Оған да бәрібір болды да, Тоцкий ма? Оған бәрібір болды да, ол главное Оған ақшасы болды ғой уже дан жерде. Оны даже оны оған ставка бүйтіп кетіп жатыр ғой бүйтіп. Қалай өсіп жатыр, не болып жатқанын қарамайды. Сөйтіп Рогожин кетіп қалады қайтып. Ана бала талып қалады қайтып. Мышкин қайтып талып қалады. Ана жерде сау адамды талып қалушы. Талып қалып сөйтіп сосын барып оянады, өзінің дачасында, енді ақшасы бар адам уже. Өзінің үйі бар, короче. Тіл жағдайын істеп алған. Сөйтіп, короче, уже андай әңгімелер айта бастайды уже. Дін туралы, жаңағы анти-дін бар ғой, короче, дінге қайшы әңгімелер. Вообще қуа бастайды ана уже. Уже кішкене бас кете бастайды. Адамдар келіп, жаңағы бір ситуация бар, келіп, жастар, біреулер келіп, жалғыз айтады. Короче, оның, сондай бір ситуация бар, период, депрессивный период дейді ғой, сондайдан өтіп жатады. Потом, короче, не қылады ол. Все, короче, хабар естейді. Жаңағы Настя Филипповна, короче, сені әлен отып жүр деп ше. Қоймайды екен. Қоймайды дейді анау, короче. Бір қашып бүйтіп сөйтіп жүр дейді. Сөйтіп ана кімнің артынан барайын дейді. Настя Филипповнаның артынан барам дейді. Все, осы жылы барып алып келем да, типа артынан барам дейді. Артынан барам дейді. Артынан барады, басқа қалаға барады, таппайды ана қызды. Настя Филипповна жаңағы Рогожин үйіне барады. Ол үйінде ешкім жоқ. Сосын барып таныстарына, знакомыйларына барады, тоже жоқ, короче. И сосын жаңағы Рогожиннің несі шығады үйінен андай, үйінен бандай. Қылшы шығады дейсің. Қылшы емес, жаңағы не шығады өзі, короче, тығылып жаңағы шығып жаңағы айтады. Далаға шығып, короче, былай негізі оған кімге Мышкинге былай алыстан қарағанда терезеден біреу қарап тұрған сияқты сонда бірдеңе көрінеді да оған ше. Бірақ ол точно не уверен болады. Кейін көшеде жаңағы Рогожин шығады. Не алады, Мышкин айтады, жүр дейді. Кет. Алып кетеді, короче, алып кетеді да өзінің үйіне кіргізеді. Үйіне кіргізіп, короче. Екеуі бірге. Сөйтсе екеуі бір-бірін ұнатады. Үйіне кіргізеді, короче, үйіне кіреді, үй жаңағы қап-қараңғы анау кіргізеді да, короче. Свет қосады. Свет қоспайды. И жаңағы комнатасының бір несінде не тұрады, аппақ неге оралынған мәйіт тұрады. Мәйіт тұрады, мәйіт ол мәйіт, кімнің мәйіті? Настасья Филипповнаның мәйіті. Екеуі, короче, ол жаңағы ана өлтіріп тастаған ғой, жаңағы қылшы айттым ғой, бір қылшы бар деп ше. Рогожин. Рогожин өлтіріп тастаған аны. Кім анау айтты, мен үйленгеннен кейін оны өлтіріп, сол ба? Жоқ, Мышкин айтқан. Мышкин енді былай енді, как образно айтқан ғой. Анау шынымен істеген ба соны? Анау сонда қызғанып өлтірген бол. Негізі Мышкин мүлдем сөйлеспей қояйын деп ойлаған ғой. Бірақ қатты жақсы көрген соншалық сол треугольникте жүре берген ғой. Кетпей. Бітті ма осымен? Сөйтіп, короче, не қылады, жаңағы екеуі түнейді сол жерде. Мәйіттің қасында? Мәйіттің қасында, ұйықтамай, короче, әңгіме айтып, короче. Әңгіме айтып, таңертеңгісін, короче, полиция кіріп келеді. Ол жерде Мышкинді өлтірмекші болды ғой. Мышкинді өлтірмекші болды ма? Пышағын алып шығып өлтірейін деп жатқанда, Мышкин Рогожинді өлтірмекші бола ма сол кезде пышақпен? Сондай бір нәрсе. Талып қалатын кім? Мышкин талып қалады. Мышкин талып қалады. Мышкинді бір-екі рет өлтірмекші бола ма, сондай бір нәрсе болады. Сол кезде полиция кіріп келеді. Рогожин қуа бастайды, кішкене андай қантаж етіп бар ғой. Деп шок болып жатады. Может ойнатып жатыр ма жаңағы полицияны көрінше. Мышкин ананы успокоить етеді, қой дейді да, и короче психически қысынады тағы да. Оның кішкене ауыр болып жүрген адам ғой. И короче короче психически не болады, расстройство болады, қайтып ауруға түседі. Сонымен бітеді короче. Ауыр екен, иә? Ауыр мынау. Швейцарияда жата беру керек. Рогожин сонда, или есте жоқ па, Рогожин сонда қызғанып өлтірген ананы. Солай анау енді кетем деп отыр, ана барып қайтамын деп қоймаймын деп отыр. Не деген қатты махаббат болу керек басқадан? Бұл жерде андай махаббат, андай смысл ретінде көбісі андай махаббатқа қатты тарамай, негізі басқалар жаңағы бар ғой, жаңағы Гани дегендер ол кішкене қатты ақымақшыға қылмайды, ақшаға қызығатын отыр. Нағыз типа махаббаттың мысалы
Агая мысалы шын жақсы көрді. Енді Мышкинді шын жақсы көрді. То есть бай болса да старалась білесіз, ұстап қалуға. Но кім жаңағы біздің Мышкин ананы жақсы көріп тұрды ғой. Ананы кеткісе болады да, жүрегі анау деп тұрды. Бірақ көңілі мынау деп кішкене көңілі қалмасын деп кішкене аз деп тұр. Бірақ ананы кетіп тұр. Сондай бір короче өзінің бір смыслдары бар да. И жаңағы ценностьтар, жаңағы ненің ақша үшін адамдар не істемейді деген сол кездегі тағы не бар еще. По идее өздерінің андай нелері ғой жаңағы традиция демейді, не еді, культурасы. Сол кездегі культура, сол кезде жаңағы описание кітапта бар. Ну, каждый біз қазір қысқаша айтып отыр ғой. Ал ол жерде кәдімгі өздерінің сол кезде кәдімгі комната кірген кездегі описаниялары, анау әр персонаждың андай киімдері, короче, өздерінің андай сол кездегі кәдімгі темасына кіріп кетесің ана жерде. Неге ғашық болғаны, не оны привлекать еткені. Достоевскийдің жазған кезде ол кәдімгі бір детальді кәдімгі андай не қылып жазады ғой. Түсінесің ғана, осы ма деп сразу түсінетін деп ше. Мықты адам ғой Достоевский қанша дегенде. Мен айтпасам да бәрі білер ғой. Ол еще Питерді қатты мрачный қылып суреттейтіні бар ғой Достоевский. Мен сол Достоевскийдің бір сөзін мен КВНде неде қолданатын, кодада қолданатын. Ол негізі басқа сөз, мен оны кішкене под себя переделал. Соны айтсам. Андай негізгі оригинал сөзі андай жаңағы Рогожинда кіріп келеді ғой неге ше, кіріп келген кезде айтады. Эта компания была такая безобразна, что эта компания была такая разнообразна, что она отличалась не только разнообразием, но и безобразием. Типа, да, некто, да, и мы алып переделать это, да, наша команда такая разнообразная, что она отличается не только разнообразием, но и безобразием. Кітаптан алған бір пайдасы. Қазақтың Достоевский дексің. Жоқ, мына кітап получается әрбір герой өзінше идиот болып тұр ғой, Давай сен болды айтып болдың ғой. Енді біз кішігірім өзіміздің впечатлениемізді айтып кетейік, тілегеннен бастайық. Жоқ, мысалға махаббат үшін адамды өлтірді да. А мен мысалға енді шын ғашық болып көрмегеннен ол сезімді түсіне алмаймын. Қалай ол адам сондай қылыққа барады деген секілді. Қыз үшін ең істеп көрген бір өздерінің поступктары бар ма? Гүл беруден басқа бір поступктар бар ма? Киноға апарудан басқа бір жасап көрген. Вот, мен махаббат үшін осындай нәрсе істегенмін деген. Мен махаббат үшін 350 мыңға обручальный кольцо алдым. Болады ондай Алматыда жұмыстарын тастап, семейге кетіп қалып, порожниковать етіп жүрген кезде. Мына жерде бар ғой негізі, Талғат былай кетсін. Сен қыздың үшін. Мен де өйтіп ғашық болып көрмегем, сол үшін тоже түсінбей отырмын. Бірақ мен андай басы істемей қалады дейді ғой шынымен. Иә, сондай болады. Эмоция. Қалай айтылады ол емай? Бас кетіп қалу ғой, грубо говоря, эйфория. Конфетно-букетный период. Қатты бас кетпей керек қой негізі. Махаббат негізі некеден кейін басталу керек қой. Тикток жұлдызы Асқат Мұхаммедқали. Сразу айтайын, мен иногда арнайы тиктокқа, потому что біздің проектті продвигать ету керек та. Бірінші выпускта біз чисто кітап туралы айттық, а мында енді чуть-чуть жизнь туралы қосып. Мен білем Асқат қандай өлеңді қолданады, top model, another love қолданады. Сен андай ауызбен айтқыш. Сендер айтып отырсыңдар, махаббат қыз үшін не істедіңдер, қандай безумный поступок. Сендер айтып отырсың, мен әлі ғашық болған жоқпын. Дұрыс қой, сен ғашық боласың, ол некеден кейін ғой. Негізі впечатление. Шынымен де андай серьезный нәрсе ғой негізі, сезім, махаббат дегенді айтқанда кішкене былай қызық бір. Современно айтқанда кринж болып қалады ғой, чуть-чуть махаббат туралы айтқан. Негізі серьезный нәрсе ғой. Ответственность болу керек қой адамда деген. Андай ветреный болып жүріп, негізі жаңағы Настя марқұм өлсе де өзінен де бар ғой негізі. Анаған барады, мынаған барады, мен күйеуге шығамын, жоқ мен шықпаймын деп тойға дайындалып жүріп кетіп қалып, олай да болмайды ғой негізі, бір жағын айтамын да. Неге келе салмайсың? Неге келе салмайсың? Ол қандай адам болса да, андай оны өлтіретіндей емес деп. Жоқ, ол өлтіруде емес мәселе. Мәселе өлтіруге дейін оның жаңағы несерьезно қарағанында ғой. Не только Настяның, жалпы ана екі жігіттің де бұл жерде жаңағы Мышкиннің да несерьезно қарады. Өйткені Агаямен сөйлесіп жүреді, Агая оны қатты жақсы көреді, бірақ Настя деп кетіп қалады, мысалға деймін да. Әрине, олар түсінуге болады. Ол жерде өйткені бас кетеді, эйфория, андай ғашық болғанда кәдімгі гормондар бөлінеді, кәдімгі қуып кетесің ғой. Бірақ
кішкене ответственный болу керек сияқты. Ол өйткені кәдімгі адамның өмірін өзгертетін нәрсе ғой, махаббат, сезім, отношения деген сияқты. Қыздар, жігіттер сезімдеріңе абай болыңдар. Мен бір түсінгенім, мысалға қараңдар, махаббат целом мысалы қызды ұнатқан кезде, например, мен жасым 27-те қазір. Мен 20 жаста болған кезде өзімнен 1-2 жас кішкентай қыздарға ғана қарайтынмын. Ал қазір мен 27-демін. Мен қазір 8-9 жас кішкентай қыздарға қарай аламын да. Бірақ өзім бар деймін. мен байқадым, жыл сайын үйленбесем мысалға, қыздардың жасы кішірейіп, то есть ол 18-де тұра береді ғой. Бірақ мен өскеннен ана диапазон созыла берген секілді болады да. И әр кезде әдемі қыздар көбейе береді. И мен бір түсінгенім, мен өзім мысалы болашақ жарым мысалы кездесіп алғаннан кейін, и мен басқа қыздарға қарамай өзімнің карьерама, отбасыма ғана көңіл бөлуім керек та. Себебі ертең қарап жүре берсең, жүре береді екенсің, тоқтамайсың вообще. Мен соны түсіндім да, андай мүлдем шек жоқ. То есть сен мысалға бір қыздан сөйлесесің де ойлайсың ғой, бұл потолок деп. И былай қарасаң, одан да биіктеу біреу тұрады. И потом қарасаң, биіктеу тұра береді да. Тоқтай алмайды екенсің. Ол iPhone сияқты ғой, новый модель шыға береді. Деп ойлайсың қазір 14-ші iPhone алайын ба, или 15 шыққан күтейін ба дейсің. Ол 15 шыққанша 16 шығады. Лучше қазір 12-сін алды, нормально жүр. Олар iPhone жаңа айтып отса 12-13 шығады дейді, но еще оның несі жаңа память ше, 12 бірақ память мощный болуы мүмкін, ақылды болуы мүмкін да. Әлде көп қолданбаған. Вот біздің әкелеріміз әлі Nokia-мен жүрген. Впечатлениеміз айттық. Менің впечатлением, мен кіммен келісем, Тикомен бұл кітапта почти барлығы идиот болып шықты. И мына кітапты оқуға, честно айтайын, оқып көріңіздер, бірақ кішкене андай өмірлік опыты бар адамдар оқу керек сияқты. Мынаны ол қиын кітап негізі. Жоқ, бұдан сабақ алуға болады, опыт жоқ болса мысалы. Иә, в целом осымен бітті. Енді опыт жоқ болса да оқу керек, себебі априори андай алдын ала сен сол сәт келген кезде, мынау мынандай сәт қой деп біліп тұрасың алдын ала кішкене жақсырақ өзіңе. Және де опытын өтсін. Соңында біздің жақсы көретін ең күшті кезекке келдік. Бексұлтан үйден алып келген Достоевскийдің «Идиот» деген кітабын біз көрермендердің арасында разыгрывать етеміз. Условиясы бұрынғыдай ма? Оқу керек деп жазған адам. Басқа сөз табайықшы. Да, басқа. Жоқ, жақсы сияқты оқу керек. Мен идиот болмаймын деп жазсын. Жоқ, идиот деген сөзді жазған адам, может, пока оқу керек деп. Да, пока, оқу керек. Ең көп комментарийдің арасында оқу керек деп жазған адам. Рандомна біз біреуінің арасынан бір адам таңдаймыз, и соңында Бексұлтанның қолтаңбасы және тілегі бар кітапты разыгрывать етеміз. Бір тілегін жазып жіберсең. Ал не деймін енді деп бастасың. Идиоты бывают разные. Қолтаңбамыз қойып та. Қолтаңба и тілек. 3 сағат бұрын брат кітап бере тұршы, қазір бір шоуға ашып келсін, алып келемін. Білмейміз енді. Жоқ, может сатпай ақ қойға. Не жазып, бір нәрсе тілеу керек. Идиот болмаңыздар деп жазып, брат, болды. Жоқ, бір сөйлем ғой, бақытты болыңдар, идиот болмаңдар. Не, прикольно понять, идиоты бывают разными, идиот болмаңыздар деген Давай. Или сценарий жазып, неше бір 10 вариант жазып тастайық па деп қатты кетсем. Бекс, саған үлкен рахмет. Әкең айтамыз. Күшті қылып. Негізі андай тағы да қайталап айтып кету керек сияқты, бұл жерде кітап қысқаша айтылған, бірақ кітаптың несі кайф? Автор кәдімгі суреттеуінде ғой, жаңа Бекстің айтқан сияқты. Суреттеуін, сезімдерін, эмоцияларын, сол жерде отырған комнатасын суреттеу, кәдімгі сен фильм, кино көріп отқан сияқты болса, сондықтан Бекстің алғашқы күлдіртпей неметкен выпуск шығар, үлкен рахмет саған. Шыдаған үшін күлдіртпей. Рахмет сендерге. Бүгін бізде қонақта болған Бексұлтан Піләл және де оқу керек жобасы. Достар, кітап оқыңыздар, дамыңыздар. Сіздермен бірге болған Асхат, Талғат. Ой. Мен Асхат деп отыр, ой, жынды бас. Сіздермен бірге болған Тілеген, Талғат, Бексұлтан, Асхат және Сахид. Көп рахмет.